Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерде үй жағдайында осындай бір жасағаннан күшті керемет болып шығатын өзбекше палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін етімізді жақсылап турап аламыз. Еттеріңіз мол болса дәмді болады. Bir чеснок тураймыз, сәбізімізді, пиязымызды осылай турап аламыз. Сәбізімізді ірі етіп тураймыз. Қызып тұрған қазанға етімізді салып 15-20 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Мен видеода бәрін тез көрсеттім. Одан кейін пиязымызды саламыз да тоже қуырып аламыз. Қызарып, пиязымыз қызарыңқырағаннан кейін барып восточный пловқа арналған деген восточный бір приправа бар. Ішінде куркума бар, сары түс беретін болады палауларыңызға. Соны қосып, жақсылап араластырып аламын. Одан кейін барып сәбізімді салып 5 минутқа ғана қуырамын. Сәбізімді ірі етіп турадым. Сәбіз мол болса да күріші өте дәмді шығады. Сары сәбіздерді қоссаңыздар болады. Мен осы үйде бар нәрсемен жасаймын. Менің каналдарыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшама да тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта қарапайым үй жағдайында жасалатын дәмді әрі тез тағамдардың рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Одан кейін суымды құямын. Кәдімгі мұздай судан құясыздар. Өстіп видеода көрсетілгендей бәрі батып тұру керек. Суым қайнап шыққаннан кейін күрішімді осылай жақсылап салып алдым. Тесіп шығасыздар. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіз.